Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай қолжетімді ингредиенттерден тұратын оңай салат дайындаймыз. Бізге небары 2 қияр, 1 пияз, 3 дана жұмыртқа, тауық еті, майонез, 1 ас қасық ұн және крахмал қажет болады. Ең алдымен 3 дана жұмыртқамызды арнайы осындай ыдысқа жарып аламыз және де дәміне қарай қара бұрыш, тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Онан соң 1 ас қасық ұнымызды және де крахмалымызды қосып, тағы да араластырамыз. Дайын болған сұйықтығымызды осылай қызып тұрған табаға сәл сұйық май жағып, екі жағын бірдей пісіреміз. Келесі кезекте пиязымызды да видеодағыдай осылай жіңішке етіп турап, қызып тұрған майға қуырамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Мінекей осылай сәл қызарғанша қуырамыз. Жұмыртқадан дайындалған блинныйымызды осылай ұзыншақ етіп тураймыз. Қиярымызды да видеодағыдай ұзыншақ етіп турап шығамыз. Тауық етін осындай бір-бірінен ұзыншақ әрі жіңішке етіп ажыратып шығамыз. Мінекей дайын болды. Енді барлық ингредиенттерімізді рет-ретімен арнайы ыдысқа саламыз. Майонезімізді қосып, дәміне қарай тұзын қосып, жақсылап араластырамыз. Мінекей достар, біздің салатымыз осылай өте оңай дайындалды. Және тәрелкеге салып, дастарханға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.